2025 жылдың 8 желтоқсанында Марста тарих жасалды. НАСАның Персеверанс ровері жасанды интеллект арқылы толығымен жоспарланған басқа планетадағы алғашқы жүрісті аяқтады. 28 жыл бойы НАСАның реактивті қозғалтқыш зертханасындағы адам жүргізушілер біздің Марс роверлерінің әрбір қозғалысын мұқият жоспарлады. Олар жер бедерін талдап, қауіп қатерлерді анықтап, 225 миллион километр арқылы командаларды жіберді. Бірақ бұл жолы ерекше оқиға болды. Көру тілдік модельдерімен жұмыс істейтін генеративті жасанды интеллект жүйесі басқаруды өз қолына алды. Ол НАСАның Марс Реконнессанс орбитер спутнигінен алынған жоғары ажыратымдылықтағы орбиталық суреттерді талдап, маңызды жер бедері ерекшеліктерін анықтады. Тау жынысы, тас алаңдары, қауіпті құм толқындары. Содан кейін ол дәл бағыт нүктелермен қауіпсіз жол жасады. Дәл адам жоспарлаушы сияқты. Нәтижелер керемет болды. 8 желтоқсанда Perseverance 210 метр жүрді. 2 күннен кейін ол 246 метр жүріп өтті. Барлығы жасанды интеллект жасаған маршруттар бойынша. Бірақ НАСА ешқандай тәуекелге бармады. Марсқа командалар жібермес бұрын инженерлер әрбір нұсқауды сандық бегіз арқылы, яғни Персеверанстың виртуалды көшірмесі арқылы жіберіп, 500 мыңнан астам телеметрия айнымалыларын тексерді. Бұл жетістік тек автономды жүруден де асып түседі. Бұл ғарышты зерттеудің болашағына көз жүгірту. Мұнда жасанды интеллект жүйелері роверлерге айда, Марста және одан да алыс жерлерде километрлік жүрістерді басқаруға көмектеседі. JPL-дің зерттеу жүйелері кеңсесінің менеджері Мэтт Уоллестің айтуынша, НАСАның инженерлерінің, ғалымдарының және ғарышкерлерінің ұжымдық даналаумен оқытылған интеллектуалды жүйелерді елестетіп көріңіз. Олар бізге басқа әлемдерде тұрақты адам қатысуын орнатуға көмектеседі. Жасанды интеллект арқылы ғарышты зерттеу дәуірі басталды.